Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін пиццаның қамырының ең оңай тәсілін көрсететін боламын. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Пиццаның қамырын илеу үшін бізге ұн және ашытқы керек болады. Екеуін венчикпен араластырасыздар. Енді үстіне ыстық суды құйып, сұйық массаға айналған кезде бір чайный ложка тұз қосасыздар және оны араластырып, қалған ұнымызды қосып, қамырымызды илейміз. Қамырды 3-4 минут илейсіздер. Қамыр өте жұмсақ болады. Қолыңызға кішкене жабысуы мүмкін, бірақ ештеңе етпейді. Ұнды қоспаңыздар. Өзі соңынан қарай қамыр өзін ұстап тұратын, қолға жабыспайтын, өте жұмсақ болып шығады. Бұл қамырдан 2 пицца шығады. Мен 2-ге бөлемін. Сразу жұмыс жасай берсеңіздер болады бұл қамырмен. Және айта кетейін, қамыр жұмсақ болғандықтан бірден противеньге жайып дайындап алыңыздар. Пиццаның соусына мен базилик, орегано үшеуін араластырамын. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Көрерменім, егер де осы рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркеліп ал. Пиццамызды алдын ала қыздырылған пешімізде 270-275 градусте 6-7 минут пісіріп аламыз. Осы рецептпен пісіріп көріңіздер. Барлықтарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.